Қайырлы кеш қазақ елі. Кешегі соңғы салған видеомның астына мынандай көптеген сұрақтар келіп жатыр. Бұл қандай сот, кімнің соты, Шерзаттың соты ма деп. Менде 2 жылдан бері азаматтық сот болып жатыр. 2021 жылы мен бір орыс апаға қарап, қамқорлығымы алып, ол кісі қайтыс болардан алдын маған завещание қалдырып кеткен болатын заңды түрде. Араға 2 жылға уақыт өткеннен кейін ақтөбелік туысқанымын деген бір бөтен адам пайда болып, туысқанымы деп мені сотқа беріп, жай емес мені адам өлтірді деп сотқа беріп, ол сотта менің адвокатым қылмысты заңмен дәлелденбей, біреуді қылмыскер деп бұл жерде статья бар деген екен, ол сөз мүлде айтылған жоқ. Себебі менен алдында осы ауданға, медиа ауданның сотына келіп талап арыз түсірген судья Әжібаева, бірінші туыстық қарым-қатынастарыңды дәлелдеңдер, ол особый дело, ал завещаниені жоққа шығару ол талап арызбен қаралатын іс деп шешім шығарып берген болатын. Сот шешімнің күшіне еніп кеткеніне қарамастан, Бабакова бұл сотқа алаяқтық жолмен келіп отыр. Бір қызығы, бұл жерде Бабакова өзінің туыстық қарым-қатынасын дәлелдейтін бірде-бір құжат сотқа тапсырмаған. Не туу туралы куәлігі жоқ, не неке куәлігі жоқ. Және осы сот барысында Жилинскаяның қайтыс болған кісінің барлық медициналық құжаттарын жалған жасатып, жалған диагноздармен сотқа пайдаланып, сотта оның арызы қанағаттандырып отыр. Адвокатым Бабакованың туу туралы куәлігіне запрос жіберіп алдыртқан болатын. Қарасақ, Жилинская қайтыс болғаннан кейін 6 айдан кейін фамилиясына 2 әріп түзетулер енгізген, және өзі айтқандай туысқаны болу үшін бұл Парфентидің қызы болу керек, негізі Павлдың қызы болып тұр. Отчествосына өзгерту енгізе алмаған, осындай былықтары болғаннан кейін бұл алаяқтық жолмен әрекет жасаған. Бабакова Жилинскаяның шынымен де туысқаны болатын болса, ең құрғанда Жилинская қайтыс болғаннан кейін менің алдыма келіп, өзінің келе алмаған себебін айтып, тым болмағанда арулап көмгендеріңіз үшін, қарағандарыңыз үшін рахмет деп айтатын еді. Осынша былықты мен және қара халық көріп тұрған кезде соттардың, құзырлы органдардың қызметкерлерінің көрмей қалуы мүмкін емес. Бабакованың осындай былыққа қадам басқанына қарағанда, оның артында бір лауазымды адам тұр деген күдігім бар. Егер басында адам өлтірді деп маған жала жауып, осы алаяқтық жолға келмесе, мен де осы жолға дейін келмейтін едім. Бәріміз де пендеміз, ешқайсымыз қанша дүниеміз болса да, о дүниеге алып кете алмаймыз. Барлығымыз да 2 метр матамен кетеміз де. Сондықтан мен кім көрінгенге ар намысымды таптатып қойғым келмейді. Ар намысым үшін мен соңына дейін баратын боламын.